Мынау кийік оты деген өсімдік, бұны білетіндер бар, білмейтіндер бар. Қымызға ұстайды. Неге десеңіздер, бұл давление түсіруге, шайға демдеп ішуге де болады. Себебі давление түсіргеннен бөлек иммунитет көтереді. Жаз кезінде көбісі тамаққа тәбет болмайды. Күн ыстық қой деп, негізінде ол жаңа қан аздық болуы мүмкін, әртүрлі себептерге иммунитет төменге байланысты болуы мүмкін. Ағза қорытпайды, ақсазан қорытпайды деген сияқты. Сондай кезде кийік отының шайын демдеп тұрып ішетін болып, артынан тамақ ішсеңіздер, кез келген тамақты қорыта береді. Менде жыл сайын жаңағы кийік отын сұрайтын кезде мен таудағы таныс ағаларыма жіберіп жүремін нөмірлеріңізді. Солар сіздермен хабарласып, жаңағы теріп беріп, келісіп сатып алып жатқандар бар. Өзімде шынымды айтсам теруге уақыт жоқ. Сол менде енді көбінесе батыс жақтардан сұрайды. Себебі ол жақта да қымызбен ұстайды дегендей, мынау арша, бізде енді арша көбінен қымыз ұстап істейтін болған соң, жаңағы аршаны да сұрап жатады. Бізде ауылдарда жаңағы аршаны үйіне еккендер бар, жаңағы домбыра жасаймын, көбе жасаймын дегендерге, если арша керек болса, арша да табылады дегендей. Мынау кийік отын қапқа теріп беріп салып жетеді, жаңағы пойызбен салып жетеді, жаңағы вагонға салып жетеді. Сол жерден күтіп алып, проводниктерген арқылы солардан күтіп алып жатқан біраз клиенттер бар. Если что, кийік оты керек болатын болса, 877-257-14-19 WhatsApp-ма жазыңыздар. Бұл номерім профилда да тұр. Сондықтан WhatsApp-ма жазған кезде мен сіздерге таудағы ағалардың нөмірін жіберем. Соларға хабарласып,